Сәлеметсіңдер ме оқушылар, шәкірт онлайн мектебі сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз балалар етістіктің жіктелуі деп аталады. Сабағымыздың мақсаты тыңдаған мәтіннің мазмұнына өз пікірімді білдіремін. Не дейді? Өз пікірімді білдіремін. Демек біз мәтін тыңдаймыз, оған сай өзіміздің пікірімізді айта аламыз. Мәтінді тыңда. Кейбіреулер ошақтың күлін, қорадағы малдың қиын, судың жағасына төге салады. Ол арыққа түсіп суды бұлғайды. Осылайша таза су жарамсыз болып шыға келеді. Төменгі елде, малда сол суды ішуге мәжбүр болады. Соның салдарынан өсімдіктердің өсуі нашарлайды, мал азаяды. Бұлақтың бас жағында тұратындар төменгі елді де ойлау керек. Суға көрінген нәрсені тастай бергеннің де түбі зиян. Сондықтан бабаларымыз күл қоқырды, көң қоқысты, бұлақ басынан аулаққа төк деп өсиет айтқан. Су таза болсын, судың ішіндегі балығы мен бақасы уланбасын десеңдер, ағын суға лас нәрселерді тастатпаңдар. Не дейді? Лас нәрселерді тастатпаңдар. Ағынды суға балалар күл қоқыр төккет. Сол себепті одан кейін оны адамдар ішеді, жан-жануарлар ішеді, Ол қандай қоқыр деген нәрсені білесіңдер, қандай жаман нәрсе, Оны ішеді, ауырып қалуы мүмкін. Міне бізде, енді сендер өз пікірлеріңді білдіретін болсаңдар, суды ластаған кезде не болады балалар? Сол туралы айтасыңдар. Сөйлемдерді оқы. Мен баптаймын, сен баптайсың, ол баптайды. Біз баптаймыз, сендер баптайсыңдар, олар баптайды. Етістіктерді табайықшы, етістіктерді қалай табамыз? Сендерге сұрақ қоямын, қандай сұрақ бойынша табамыз етістіктерді? Жарайсыңдар. Не істеді? Мен баптаймын, мен не істеймін? Сен баптайсың, ол баптайды. Біз баптаймыз, сендер баптайсыңдар, олар баптайды. Қараңдар. Енді қай жақта тұрғандарын айтайықшы? Мен қай жақ? Бірінші жақ. Мен деген балалар әрдайым бірінші деп түсініп алыңдар, ұмытпайсыңдар сол кезде. Мен бірінші жақ. Сен менен кейінсің деп жаттағандар. Демек ол екінші жақ. Ал үшінші жақ ол бізден кейін дейсіңдер да, ол үшінші жақ болады. Түсінікті ме? Енді қараңдар, мынау мен, біз деген бірінші жақ, мынау жекеше түрі, мынау көпше түрі. Сен жекеше түрі, сендер көпше түрі. Ол үшінші жақ жекеше түрі, олар үшінші жақ көпше түрі. Дәл осылай ажыратасыңдар. Ешқандай қиындығы жоқ. Жіктік жалғаулы сөздерді қатыстырып, сөйлем құра, тазалаймын, үйренесің, біледі. Не деп тұр? Алдындағы сөздер тауып көрейікші, жіктік жалғаулы. Жіктік есімдігін тауып көрейікші. Жіктік жалғаулы сөздерді қатыстырып, сөйлем құра, тазалаймын, үйренесің, біледі. Ал енді жіктеу есімдіктерін тауып көрейікші алдындағы. Тазалаймын не болады? Мен, Үйренесің, сен үйренесің, біледі, ол біледі. Ал енді сөйлем құрайық. Бірінші сөйлемді құрайын балалар, одан кейін екеуін өздері құраңдар, Тазалаймын. Мен бүгін үй тазалаймын. Болды. Міне сөйлем ой аяқталды, бастауыш, баяндауыш, тұрлаусыз мүшелері бәрі бар. Енді үйренесің дегенге құрайсыңдар, және біледі дегенге құрайсыңдар. Мен шамамен айтып қойдым, қандай сөздер болуы мүмкін. Бағанның сол жағындағы етістіктермен сәйкестендір. Қане сәйкестендірейікші балалар? Мен ойнады десе бола ма балалар? Болмайды, Өте дұрыс. Мен дегенге не болады? Көшірдім. Мен көшірдім. Ал енді сен айт. Сіз қалай болады? Сіз мына жақта ойнады, қуандық, айт, кешірдім, көмектесіңіз. Демек, сіз көмектесіңіз, Ал енді біз және ол дегендер өзі үш қана сөз қалды, соны сәйкестендіріңдер. Жоқ. Біз және ол деген екі ғана сөз қалды, оны сәйкестендіресіңдер. Әр бағандағы сөздердің жіктік жалғауларын салыстыр, содан өзің қорытынды жасап көр. Тұрмын, оқимын, тұрсың, оқисың. Мен тұрмын, мен оқимын. Сен тұрсың, сен оқисың. Мен оқыдым,
мен оқысам, мен көрсем, сен оқысаң, сен оқисың. Міне балалар, мағынасына қарай байланыстырсақ, бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ не екенін білеміз. Және де көпше түрі, жекеше түрі екенін білеміз. Және де етістікті оған қоя аламыз. Көп нүктенің орнына жіктік жалғауын қойып сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен бөлмені тазалай, жаңа алдында өтті, я? Не деймін? Тазалай мын. Сен гүл отырғыза сың. Ол арықты тазалай. Дұрыс. Біз өсімдікті күтеміз, я? Біреуін ғана айтпай кеттім балалар. Соның біреуін өздерің құраңдар. Жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап. К-дан егер бастасаң, шомыласың суына. Ш-дан егер бастасаң, жазда ойнайсың құмына. Не болуы мүмкін балалар? К-дан басталады, суына шомылады екенсің. Ал Ш-дан бастасақ, құмына аунайды екенбіз. Не болар екен? Ойланыңдар. Т-дан егер бастасаң, төрттіліктің баласы. С-дан егер бастасаң, аққайыңнан аласың. Бізде жаңа мәтін өтті, я? Қандай мәтін өтті? Қайыңның көз жасы. Демек, енді не болады жауабы? Ойланып көріңдер. Т-дан егер бастасаң, төрттіліктің баласы. Балалар, жай ғана сұрақ қойып тұр. Төрттіліктің баласы не деп аталады? Ол үш қана әріп болады. Көрейік. Міне, біреуі көл, екіншісі шөл. Көрдіңдер ма? Міне, К-дан егер бастасаң, шомыласың суына. Демек, көл. Ш-дан егер бастасаң, жазда ойнайсың құмына. Құм, я, мұнда тұрған. Ол шөл болады. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Уланса, уланамыз бәріміз. Уланса, уланатын тағы бір. Уланса, уланады өсімдік. Уланады оны жеген малымыз. Уланса, о тарайды бізге де. Қалай болады сонда? Уланса жер, уланамыз бәріміз деп басталады, я? Уланса ауа, уланатын тағы біз. Уланса мал, уланады өсім жоқ. Уланса мал болмайды балалар. Уланса су, уланады өсімдік. Уланады оны жеген малымыз. Уланса не қалды? Жер, ауа, су, мал. Уланса ауа, у тарайды бізге де. Осылай табасыңдар. Мақал мәтелдердің мағынасын топта талқылаңдар. Ақтың жуындысын ағып жатқан суға төкпе. Не дейді? Ақ дегеніміз не балалар? Олар ақ түсті болады. Бұлай жаттайсыңдар. Айран, сүт, құрт, ірімшік барлығы ақ қой. Олардың барлығы ақ деп аталады. Ағын суы бал татыр. Ағын суы деп бұлақтың суы жақсы болады. Ақ шабағы май татыр. Арық бар жерде су бар жерде но бар. Жылап жүріп арық қассаң, күліп жүріп су ішерсің. Жылап жүріп арық қассаң, күліп жүріп су ішерсің деген біз қандай нәрсені жасап жатқанда біз шынайы ниетпен беріліп тұрып жасайтын болсақ, оның нәтижесін көрген кезде шынайы күлетін боламыз. Міне, жылай-жылай арық қассаң, күле-күле су ішерсің деген түрі де бар. Бұл сабақтан не үйрендім? Етістіктің жіктелуін үйреніп алдым. Мен келдім, сен отырдың, ол жүрді. Біз келдік, сіздер отырдыңыздар, олар жүрді. Міне, осылай балалар. Осыны жаттап алсаңдар болды. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау, сәлематта болыңдар.